Бұл іс бүкіл Ұлыбританияны дүр сілкіндірді. Бақытты балалық шақтың орнына күн сайын қорлық көрген кішкентай қыздың тағдыры ешкімді бейжай қалдырмады. Ең қорқыныштысы, мұның бәрі оны қорғауға тиіс ең жақын адамдары жасаған. Бүгін біз Сара Шарифтің қайғылы оқиғасын талдаймыз. Егер сізді шынайы қылмыстық оқиғалар қызықтырса және мұндай істердің қалай ашылатынын бірге талдағыңыз келсе, Қара із арнасына жазылып, еңбегімізді қолдаңыз. Сіздің әрбір қолдауыңыз қазақ тіліндегі осындай сапалы контенттің көбеюіне үлес қосады. Ал енді бұл істің қалай басталғанын назар аударайық. 2013 жылдың 11 қаңтарында Англияның Слау қаласында Сара Шариф дүниеге келді. Ол ұзын қоңыр шашты, үлкен қоңыр көзді, әрдайым күлімдеп жүретін мейірімді қыз еді. Ән айтуды, билеуді және гитарада ойнауды жақсы көретін. Сараның әкесі Орван Шариф Пәкістаннан Ұлыбританияға студенттік визамен көшіп келген. Кейін такси жүргізушісі болып жұмыс істеген. Анасы Ольга Домин Польшаның тумасы болатын. Ерлі зайыптылардың 3 баласы дүниеге келгенімен отбасындағы тыныштық ұзаққа созылмады. Олар 2015 жылы ажырасып кетті. Алғашында Сара анасымен бірге тұрды, бірақ 2019 жылы сот балаларға қамқорлық жасау құқығын әкесіне берді. Осыдан кейін Сара мен інісі әкесінің жаңа отбасына көшті. Ол жерде әкесінің екінші әйелі Бинаш Батул, әкесінің ағасы Фейсал Малик және тағы бірнеше бала бірге тұрды. 2023 жылы Сара мектепте хиджаб кигені үшін қорлық көре бастады. Осыдан кейін әкесі оны мектептен шығарып, өгей анасы үйден оқытатын болды. Кейін тергеушілер бұл шешімнің себебі тек мектептегі жағдай емес деген қорытындыға келді. 2023 жылдың 9 тамызында Ұлыбританияның жедел қызметіне Пәкістанның Исламбабад қаласынан сұмдық қоңырау түсті. Телефон соққан ер адам өз қызын өлтіргенін айтты. Ол қызын өлтіруді мақсат етпегенін, бірақ қатты соққыға жыққаннан кейін көз жұмғанын мойындады. Бұл қоңырауда Сараның әкесі Орван Шариф жасаған еді. Сол кезде ол әйелі, ағасы және балалармен бірге Ұлыбританиядан кетіп қалған болатын. Келесі күні таңертең полицияға олардың үйіне келіп, Сараның денесін 2 қабатты кереуеттің үстінен көрпеге оралған күйде тапты. Үйде қалған ересектердің барлығы бірден тергеуге қатысты. Бар тұлғалар ретінде қарастырылды. Бұған тек әкесінің телефон арқылы жасаған мойындау ғана емес, оқиға орнында қалдырылған 3 беттен тұратын хат та себеп болды. Онда Орван қызын өзі ұрып соққанын, соның салдарынан оның қаза тапқанын мойындап, Сараны мұсылман дәстүрімен жерлеуді өтінген. Сондай-ақ елден қашып кеткенін де жазып кеткен еді. 2023 жылдың 15 тамызында Сараның денесіне сараптама жасалды. Оның нәтижесін білгенде тергеушілер абдырап қалды. Мамандар қыздың денесінен 70-тен астам ауыр жарақат анықтады. Сара ұзақ уақыт бойы жүйелі түрде азапталғаны белгілі болды. Оның денесінде адамның тістеген іздері, аяқтарында күйік, көптеген көгерген жарақаттар, жауырынның сынуы, пышақ жарақаты, бас сүйек жарақаты және де омыртқасының 11 жерден сынуы, сондай-ақ қабырғалары мен саусақтарының сынған іздері болған. Тергеу барысында Сараны ұрар алдында оның басына қап немесе капюшон кигізіп, кейін темір шыбықпен және крикет таяғымен соққыға жыққан анықталды. Жарақаттардың саны мен ауырлығы соншалық сот медициналық сарапшылар өлімге нақты қай жарақат себеп болғанын анықтай алмады. 2023 жылдың 12 қыркүйегінде полиция Пәкістанның Пенджаб провинциясындағы Желхуб қаласында жасырынып жүрген Орванның отбасын анықтады. Олармен бірге болған 5 бала да табылды. Бақытымызға қарай, балалардың денесінен зорлық-зомбылық белгілері анықталған жоқ. Кейін олардың барлығы мемлекеттің қамқорлығына алынып, асырап алушы отбасыларға орналастырылды. Келесі күні 13 қыркүйекте Орван Шариф, Бинаш Батул және Фейсал Малик Ұлыбританияға оралған сәтте Лондондағы Гатвик әуежайында ұсталды. 14 қыркүйекте үшеуіне де Сара Шарифтің өліміне байланысты ресми айып тағылды. Тергеу кезінде Бинаш Батул өз аты жөнін ғана растады, ал Сараның қазасы
өз әрекеті немесе отбасы мүшелерінің қатысы туралы қойылған барлық сұрақтарға бір ғана жауап берді: түсініктемесі жоқ. Тергеушілер оның бұған дейін Ұлыбританияға оралып, өз кінәсіздігін сотта дәлелдегісі келетінін айтқанын бірнеше рет еске салды. Бірақ соған қарамастан ол ешқандай түсініктеме беруден бас тартты. Айыптаушылар сот басталғанға дейін қамауда болды. 2023 жылдың желтоқсанының олардың ешқайсысы өз кінәсін мойындамады. 2024 жылдың 14 қазанында негізгі сот процесі басталды. Айыптау тарапы дәлелдердің бір-біріне реттеп Урфан Шарифтің Пәкістанға барғаннан кейін Ұлыбританияның жедел қызметіне соққан қоңырауының аудиожазбасын сотқа ұсынды. Естеріңізге сала кетейік, Урфан жедел қызметке қоңырау шалған кезде қызын өзі аяусыз ұрып, соққаннан мойындап, оны өлтіруге мақсат етпегенін айтқан болатын. Әңгіме барысында оның ауыр күйзелісте болғаны байқалды. Алдымен ол операторға үйінің мекен-жайын жаздырып, кейін бірнеше рет Сараның өліміне өзі себеп болғанын қайталады. Неліктен бұлай болғанын сұрағанда, Урфан соңғы 3-4 аптада Сараның тәртібі нашарлағанын айтып, оны тәрбиелеуге тырысқанын жеткізді. Оның сөзінше, кезекті жазалау кезінде жағдай бақылаудан шығып, қыз көз жұмған. Ол үйден кеткен кезде Сараның тіршілік белгісі болмағанын, өзінше алғашқы көмек көрсетуге тырысқанын, бірақ кейін қорқып елден қашып кеткенін айтты. Оператор оқиғаның нақты мән-жайын және Урфанның қайда жүргенін анықтауға бірнеше рет әрекет жасады. Сол кезде Урфан Сараның қайтыс болғанына шамамен 36 сағат өткенін айтты. Сондай-ақ әуежайға өз көлігімен келгенін, оны тұраққа қалдырғанын, ал қоңырау шалып тұрған сәтте танысының көлігінде отырғанын жеткізді. Алайда ол нақты қай жерде екенін айтуды үзілді-кесілді бас тартты. Осы уақытта полиция көрсетілген мекен-жайға жетіп қалған еді. Оператор Урфанды үйіне қайтып, полицияны күтуге көндіруге тырысты. Бірақ ол тек Ұлыбританияға қайта оралып, кейін өз еркімен полицияға берілетінін қайталай берді. Ақырында әңгіме осымен аяқталды. 2024 жылдың 11 желтоқсанында алқабилер өз шешімін жариялады. Урфан Шариф пен Бинаш Батул барлық негізгі айыптар бойынша кінәлі деп танылды. Ал Фейсал Мәлік кісі өлтіру бабы бойынша ақталғаны мен кәмелетке толмаған баланың өліміне жол бергені үшін кінәлі деп танылды. 17 желтоқсанда сот үкімі шығару үшін қайта жалғасты. Сот отырысында Сараның анасы Ольгаға сөз берілді. Қызының әрдайым күлімдеп жүретінін, мейірімді бала болғанын айтты. Оның айтуынша, қызы үшін жасай алған соңғы іс лайықты жерлеу рәсімін ұйымдастыру ғана болған. Кейін ол бұрынғы күйеуі Урфан мен оның әйелі садистер мен жендеттер деп атады. Судья Джон Кавана айыптаушылардың ешқайсысы жасаған ісіне өкінбегенін айтты. Оның сөзінше, Сараға жасалған әрекеттер қарапайым зорлық емес, ұзақ уақытқа созылған жүйелі азаптау болған. Сондай-ақ судья Сараның денесіндегі көптеген жарақат ұзын әрі қатты затпен соққыға жасалғанын көрсететінін, ал кейбір іздер қыздың қозғалыссыз шектеу үшін күш қолданғанын дәлелдейтінін атап өтті. Сот барысында судья Урфан Шариф пен Бинаш Батулдың Сараны бірнеше рет балалар орындығының темір бөлшегімен ұрғанын өздері мойындағанын еске салды. Бұл зат кейін тінту кезінде үйден табылды. Сондай-ақ олар крикет таяғын қолданғандарын да растады. Кейін бұл оқиғаны бір реттік жағдай ретінде көрсетуге тырысқанымен, судья бұған сенбейтінін айтып, Сара ұзақ уақыт бойы жүйелі түрде соққыға жығылған деген қорытындыға жасады. Сот медициналық сараптама бұл тұжырымды толық растады. Мамандар жаңа жарақаттардан бөлек Сараның денесінен 25 сүйек сынуын анықтады. Олардың қатарында бұғана, 2 жауырын, бірнеше қабырға, иық сүйегі, омыртқаның 11 жерден сынуы және 2 қолындағы сүйектердің сынуы болды. Осы дәлелдердің негізінде сот бұл бір ғана қатыгездік емес, ұзақ уақытқа созылған жүйелі зорлық-зомбылық деген қорытындыға келді. Сара бірнеше ай бойы ерекше қатыгездікпен ұрып соғылған, кейбір жарақаттардың ауырлығы тергеушілердің өзін шошытты. Мысалы, оның мойын тұсындағы тіл асты сүйегі сынған.
Мамандардың айтуынша бұндай жарақат өте сирек кездеседі және көбіне адамның мойнын қатты қысып тұншықтырғанда ғана пайда болады. Сара өмірінің соңғы кезеңінде бір немесе бірнеше рет тұншықтыру әрекетіне ұшырағаны болуы мүмкін. Сонымен қатар өлімнен бірнеше күн бұрын оның басына қатты соққы алғаны анықталды. Сол соққының салдарынан ауыр бас ми жарақат алған. Тағы бір қорқынышты жайт. Сараның екі аяғының ішкі жағында ауыр сүйек іздері болған. Сарапшылар мұндай жарақат өте жоғары температураның әсерінен ғана пайда болатынын айтты. Соған қарамастан оған ешқандай медициналық көмек көрсетілмеген. Сараптама кезінде Сараның денесінен 6 тістеу ізі табылған. 5-еуі сол қолында, 1-еуі сол жамбасында, ішкі жағында болған. Мамандар бұл іздерді ересек адамның қалдырғанын анықтады. Тергеушілер Урфан Шарифтен, Фейсал Мәліктен және Сараның ағасына тіс үлгілерін алып салыстырды. Бірақ олардың ешқайсысы бұл іздерге сәйкес келмеді. Ал Бинаш Батул тіс үлгісін беруден мүлде бас тартты. Сот үкімі бұл жайтқа да ерекше назар аударды. Тістеу іздері өлімнің тікелей себебі болмаса да, олар Сараның ұзақ уақыт бойы қатыгездікке ұшырағанын дәлелдейтін маңызды айғақтардың бірі болды. Тергеу сонымен қатар өмірінің соңғы апталарында Сараның еркін қозғалуына шектеу қойылғанын анықтады. Ол үшін жабысқақ таспа мен секіртпе арқан пайдаланғанын. Тергеу барысында тағы бір сұмдық жайт анықталды. Сараның басына пластик пакет кигізіліп, ол жабысқақ таспамен бекітілген. Дем алу үшін пакетте кішкентай ғана тесіктер қалдырылған. Сот мұндай әрекеттерге ерекше қатыгездік деп бағалады. Ең сорақысы, мұның бәрі Сараның өз үйінде оны қорғауға міндетті ересектердің қолымен жасалған жайт. Сот үкімі бойынша Урфан Шариф кемінде 40 жыл шартты түрде босатылмайтын өмір бойына бас бостандығынан айырылды. Бинаш Батулға кемінде 33 жыл өмір бойы түрме жазасы тағайындалды. Ал Фейсал Мәлік 16 жылға сотталды. Алайда тергеу көрсеткендей, Сараның қазасына дейін бұл отбасында қауіптің белгілері бірнеше жыл бұрын-ақ байқалған. Құжаттарға сәйкес, полиция мен әлеуметтік қызметтер бұл отбасын Сара дүниеге келмей тұрып-ақ бақылауда ұстаған. 2010-12 жылдардың аралығында тұрмыстық зорлық-зомбылық туралы хабарламалар бойынша полиция олардың үйіне бірнеше рет барған. 2010 жылы балаларды қорғау қызметі Сараның ағасына қатысты қатыгездік туралы ақпарат алғаннан кейін іске араласады. Сол жылы бала қараусыз жүрген жерінен табылады. Кейін Урфан Шариф әйелі мен баласына күш қолданды деген күдікпен ұсталған. Тергеу материалдарына оның ұлына соншалықты қатты соққы жасағаны, баланың арқасында алақанның ізі қалғанын жазылған. 2011 жылы Сараның ағасы мектеп мұғалімдеріне әкесінің өзін ұратыны айтқан. Бірақ араға 1 жыл салып, ол сөзінен бас тартып, зорлық көрсеткен анасы екенін мәлімдейді. Кейіннен ол тағы да көшеде қараусыз жүрген жерінен табылған. Ал 2013 жылы Сараның ағасы ыстық үтікке күйіп қалған. Бұл жарақаттан кейін Сараның денесіне табылған күйік іздері де ұқсас болған. Осы оқиғадан кейін балалар уақытша мемлекет қамқорлығына алынған. 2014 жылы Сара мен бауырлары тағы да асырап алушы отбасына орналастырылды. Себебі ағасы ата-анасының өздерін ұрып-соғып қорлағанын айтқан. Оның сөзінше, анасы тістеп алған, ал әкесі үнемі шымшып, жұдырықпен ұратын болған. Бірақ ата-анасы мұның бәрін желшешек ауруының ізі деп түсіндіруге тырысқан. 2015 жылы балаларды қамқорлығы бойынша сот өтті. Ольга бұрынғы күйеуі Урфанды қатыгез әрі бәрін бақылауда ұстайтын адам деп сипаттап, балаларды ұрып соққанын мәлімдеді. Сонымен қатар тергеу Урфанның Ольгамен танысқанға дейін де бірнеше рет бұрынғы серіктестеріне күш қолданды деген күдікке ілінгенін анықтады. Кейбір деректер бойынша олардың бірі сол кезде кәмелетке толмағанда болуы мүмкін. Белгілі мәліметтерге сәйкес, Урфан Шариф өмірінде зорлық-зомбылыққа байланысты кемінде 5 рет ұсталған.
2015 жылы Сара мен кіші інісі қайтадан әкесінің үйіне қайтарылды, ал үлкен ағасы асырап алушы отбасында қалды. Белгілі деректерге сәйкес, осы оқиғалардан кейін Сараның ағасы енді ешқашан ата-анасына тұрақты бірге тұрмаған. Сол жылы Сарада уақытша асырап алушы отбасының қарауына берілді. Бұған анасы Ольганың үйдегі зорлық-зомбылық туралы хабарлап, балалармен бірге кетуі себеп болған. Көп ұзамай ерлі-зайыптылар бір жола ажырасып, Сара анасымен бірге өмір сүре бастады. Урфаның бұрынғы әрекеттерін ескерген әлеуметтік қызметтер оған балалармен тек мамандардың бақылауымен ғана кездесуге рұқсат берді. Біраз уақыт жағдай тұрақталғандай көрінді, бірақ бұның бәрі 2019 жылы өзгерді. Сол жылы Сара анасы өзіне ауырлық көрсеткенін айтып шағымданады. Кейін ол әкесіне анасы өзін суға батыруға тырысқанын айтқан. Урфан бұл әңгімені видеоға түсіріп, әлеуметтік қызметкерге тапсырған. Алайда Сараның бұл сөздері өз еркімен айтты ма, әлде біреудің ықпалы болды ма, бұл нақты анықталған жоқ. Соған қарамастан 2019 жылдың қазанында сот Сара мен оның інісінің қамқорлығын Урфан Шариф пен оның жаңа әйелі Бинаш Батулға берді. Бұл шешім Урфанның бұрын бірнеше рет ұсталғанына және отбасының полиция мен әлеуметтік қызметтердің бақылауында болғанында қарамастан қабылданды. 2023 жылдың басында Сара хиджаб кие бастады. Кейін кейбір мамандар оның беті мен денесіндегі жарақатты жасыру үшін солай істеуі деген болжам айтты. Сол жылдың наурыз айында әлеуметтік қызметкерге Сараға қатыгездік көрсетілуі мүмкін деген хабар түсті. Алайда басталған тексеру бірнеше күннен кейін жабылып қалды. Келесі айда Бинаш Батул Сараны мектептен шығарып, үйден оқытуға көшірді. Тергеудің қорытындысына сәйкес, дәл осы кезеңде қыздың жағдайы бұрынғыдан да ауырлай түскен. Сараға өз жасына сай келмейтін ауыр міндеттер жүктеліп, ол үйдегі кіші балаларға қарауға мәжбүр болған. Сот барысында Сараның отбасындағы басқа балалардан ерекше болғаны бірнеше рет айтылды. Ол белсенді, ашық мінезді, әрі өз ойын ашық айтатын қыз еді. Бірақ дәл осы мінезі үйдегі ересектер мен жиі жанжалға себеп болған. Қысқа ғана өмірінде Сара кемінде 15 рет әлеуметтік қызметтердің назарында болды. Өкінішке қарай, сонша ескерту мен дабылға қарамастан ешбірі оның өмірін сақтап қалуға жеткіліксіз болды.